Сәлеметсіздерме, аса құрметті экономист мырзалар мен ханымдар. Бұл дәрісте біз нарық сұрақтарын, экономикалық ресурстарды және де өндіріс факторларын қарастырып өтуге тырысамыз. Біз өткен сабақта өндіріс мүмкіндіктер қисығын қарастырдық. Енді өндіріс мүмкіндіктер қисығын қарастырып болған соң, қоғам алдында, тауар өндірушілер алдында белгілі бір сұрақтар туындайды. Бұны кейбір әдебиеттерде нарық сұрақтар деп атайды. Ол сұрақтың біріншісі не, екіншісі қалай, үшіншісі кім болып табылады. Не дегеніміз бұл жерде қандай тауарды өндіруге болады, немесе қандай қызмет көрсетуге болады, және де қандай мөлшерде болып табылады. Ал қалай деген сұрақ, сол бағанағы біз таңдап алған тауарымызды немесе қызмет көрсетуді қалай ұсынамыз, және де тауарды қалай өндіреміз, қандай технологияларды қолданамыз, қандай менеджмент тәсілін қолданамыз деген сияқты сұрақтар. Ал кім деген сауал, ол кім үшін осының барлығын жасаймыз. Яғни қандай нарықтың тұтынушыларына бағытталғандығы туралы тағысын осы сұрақтарды қарастырады. Енді біз ең алғаш экономикалық ресурстарды қарастырып өтейік. Экономикалық ресурстар деген дефиниция ол өндіріс үдерістерінің құралдары, пайда болу көздері және мүмкіндіктері. Яғни өндіріс үдерістерінің негізі болып табылады. Яғни бұл сөздерді терең түсіну үшін біз экономикалық ресурстар дегеніміздің қандай түрлерге бөлінетінін білуіміз қажет. Олар материалдық ресурстар болып бөлінеді, еңбекті ресурстар болып бөлінеді, қаржылық ресурстар болып бөлінеді. Бұл жерде біз білеміз, қаржылық ресурстар деген олай ақшалай бағанағы дүниелер болып табылса, еңбекті ресурстарға ол жұмыс күштері, яғни адамдық антропогендік факторлар болып табылса, ал материалдық ресурстарды біз түсінуіміз үшін келесі дефиницияға мән берейік. Ол материалдық ресурстар дегеніміз өңдеуге және өндіріс үдерісіне пайдалануға қажетті қолда бар заттық элементтердің кешені. Яғни оларға шикізаттар жатады, және де негізгі және қосымша материалдар жатады. Енді осы жерде біз сәл аялдай тұра, осы негізгі және қосымша материалдарды қарастырып өтейік. Негізгі және қосымша материалдар мысалға, мынау темір шикізаты, феррум, мысалы. Темір шикізатын сіз аласыз да, оны белгілі бір шеге шығаратын станоктарда, мысалға бұл шеге шығаратын станоктарда өңдеп, одан біз шеге шығарамыз, дұрыс па? Бұл жерде мынау біздің аталып өткен аталмыш темір шикізаты, мынау станок, олар негізгі материалдарға жатады. Өйткені олар мынау шеге дайын өнімге мынау темір өзінің дүниесін тапсырса, мынау станок дүниесін құнын тапсырады, ал станок өзінің құнын тапсырады. Мысалы, амортизациялық аударымдар. Оны кеңірек қарастырып өтеміз, бірақ біз білуіміз қажет, ол негізгі материалдар дегеніміз ол өндіріске тікелей қатысты, және де өндірісте дайын өнімге өз құнын толығымен өткізетін дүниелер осы материалдар болып табылады, негізгі материалдар болып табылады. Ал қосымша материалдар деген осы жерде біз мысалға айта аламыз. Мысалы, мынау станокты әрдайым жуып тұру керек, тазалап тұру керек, және де осы өндіріске қатысады, бірақ жанама түрде қатысатын дүниелер, және де осындай дайын өнімге өзінің құнын, дайын өнімге өзінің құрамын тапсырмайтын дүниелер, олар қосымша материалдар болып табылады. Олар түр пішін беру мүмкін, краска бояулар, сол сияқты нәрселер де қосымша материалдарға жатады. Бұл туралы кейбір әдебиеттерде жазылған. Жалпы біз білуіміз қажет дүние осы. Енді тағы да қайтып келейік. Біз шикізаттарды айттық, негізгі және қосымша материалдар, отын, энергия, және де жартылай фабрикаттар. Өндірістік өңдеуі аяқталмаған дүниелер.
Осы жартылай фабрикаттарға сәл қысқаша тоқталып өтейік, ол не екеніне. Мысалы біздің шикізаттарымыз мына жұмыртқа, ұн, су және де ашытқыш дүниелер. Яғни бұл шикізаттарды біз белгілі бір бірінші өңдеуден өткізіп, біз қамыр аламыз, қамыр. Яғни бұл мынау дайындалған дайын өнім, мынау қамыр, ол дайын өнімге жатпайды. Және де бұны ары қарай өңдеу қажет адамдар тұтыну үшін. Яғни бұны отқа саласыз, пісіресіз, және де нан шығарасыз, немесе бауырсақ пісіресіз. Яғни бұл бірінші кезекті өңдеуден өткен, бірақ әлі де өңдеуді қажет ететін дүниелер осы жартылай фабрикаттар болып табылады. Яғни егер сіз орманнан ағашты кесіп алып келіп, оны әдемілеп кесіп қойып, өңдеп қойсаңыз, ол дайын өнім бола қоймайды. Әлде де оны сіз шегелеуіңіз керек, оны сіз банағы краскілеуіңіз керек, оған сіз тағы да отырғыш материалдар біріктіріп, мысалы ағаш орындық жасауыңыз мүмкін. Яғни ол әлі де өңдеуді қажет ететін, бірақ алғашқы өңдеуден өткен осы дүниелер осы жартылай фабрикаттар болып табылады. Енді біз материалдық ресурстардың экономикалық қасиеттері туралы ақпарат алуымыз қажет. Себебі кейбір емтихандарда осындай сұрақтар туындап қалуы мүмкін. Яғни біздің сондай уақыттарда сөз таппай қалмауымыз үшін осы бөліп жүруіміз қажет. Енді материалдық ресурстардың экономикалық қасиеттері ол қолжетімділік болуы мүмкін, яғни ол қолжетімді тауар болуы мүмкін, материал болуы мүмкін, оны кез келген жерден, кез келген уақытта таба алатын материалдар. Екіншісі қайта жаңғыруға, қалпына келтіруге бейімділік. Яғни кейбір мысалы жерді, егер жер мүлдем қолдануға жарамсыз болып қалса, оны қайтадан баптаулар арқылы, белгілі бір операциялар жүргізу арқылы, амалдар арқылы ол жердің құнарлығын қайта қалпына келтіруге болады. Яғни сол сияқты мәселелер. Келесі ауыстыруға бейімділік. Мысалы кейбір станоктарды сіз станок егер жұмыстан шығып қалса, оны көптеген жұмыс күші, яғни адамдармен алмастыруға болады. Яғни кейбір материалдар ауыстыруға бейім болып келеді. Бұл материалдық ресурстардың экономикалық қасиеттері болып табылады. Енді біз өндіріске жұмылдырылған экономикалық ресурстар бағана біз қарастырып өттік қой. Солардың барлығын біз өндіріс факторларын құрайтынын айтамыз. Яғни өндіріс факторларына біз еңбекті, жерді және капиталды және де кәсіпкерлікті жатқызамыз. Еңбек дегеніміз бұл жерде бағанағы негізгі жұмыс жасаушы, жұмыс күштері, адамдардың интеллектуалды және де физикалық еңбек етуі осы факторға жатады. Екіншісі жер. Жерге ол бүкіл табиғат ресурстары, тек қана жер емес, ауа, су, сонымен қатар жер қойнауының байлықтары жатады. Енді капиталға қазір тоқталып өтеміз. Келесі кәсіпкерлік. Ол кәсіпкерлікке әркімнің әртүрлі еңбек жасауға мүмкіндіктері. Мысалы, барлық адам бизнесмен болып кете алмайды. Оның кейбір қасиеттері болуы мүмкін, еңбекқорлығы, кейбір адамның ақылының жоғары болуы, кейбір адамның математикалық есептерге бейім болуы, сондай кейбір адамның сондай стресстік бағанағы жүйке қоздыратын жағдайларға бейім болуы, шыдамды болуы мүмкін, кейбіреулер шыдамсыз болуы мүмкін. Яғни бағанағы қасиеттерге байланысты, адамның мүмкіндіктеріне, біліктіліктеріне қатысты дүниелер осы кәсіпкерлікте жатады. Ал капиталға бұл жерде бізге барлық еңбек заттары мен еңбек құралдары жатады. Еңбек заттары, мысалы қарастырып өте салайық, еңбек заттары ол орыс тілінен мысалы предметы труда болып келеді, ал еңбек құралдары средства труда болып келеді. Яғни бұларды былай қарап тұрсаң бірдей сияқты, бірақ біршама айырмашылықтары бар. Мысалға, еңбек заттарына ол біздің шикізаттар жатады. Мысалы, бағанағы өңделмеген шикізатымыз, бағанағы жер қойнауына алған кендер, сондай әлі өңделмеген күйдегі еңбек заттары. Мысалы, мұнайдың өзін жатқызсақ болады, бағанағы ұнның өзі, бидайдың өзін да мысалы осы еңбек заттарына қарастырамыз. Ал осы еңбек заттарына әсер етуші заттар, ол құралдар, олар еңбек құралдары болып табылады. Еңбек құралдарына біз бағанағы зауыттар,
банагы станоктор, машиналар, яғни мыналар еңбек заттарымен тікелей әсер ететін, осы еңбек заттарынан әсер ететін және осы еңбек әсер етіп дайын өнім шығаратын дүниелер осы еңбек құралдары болып табылады. Олар банағы ұнмен жұмыс жасайтын мына оқтаудың өзі еңбек зат құралдарына жатады. Бұдан кейін мына мұнаймен қатысты мынандай арнайы мұнайды жер қойнауынан шығаратын қондырғылар, машиналар, ол бағанағы таситын тау жұмыстарын, осының барлығы еңбек құралдары болып табылады. Яғни біз осыны білуіміз қажет. Жай ғана қарапайым былай біліп жүруіміз қажет. Яғни осы қысқаша ғана ақпарат болды. Сіздер осы айтылған дүниелердің лекциясын, яғни электронды нұсқасын төмендегі қоғамдық желідегі сілтеме бойынша таба аласыздар. Презентациясын да осы жерде таба аласыздар. Жалпы сіздерге рахмет. Сау болыңыздар.